Дала академик Ыбырай Жақаев. Егер мұғалім өн бойына өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинаса, ол нағыз ұстаз деген. Білім нәрімен сусындатып, үйретуден талмаған ұстаздың сан жылдар бойғы еңбегінің жемісі аяулы әрі білімді шәкірт. Бәйгеден оза шауып, мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік келген шәкірт үшін ұстаздың қуаныша сіз бен бізге елестетуге келмейтін сезім. Сол сезімді бойынан өткізіп, жүрегімен сезінген ұлағатты ұстаздардың бірі Таңғатарова Сарагүл Еркінбекқызы. Ол 1958 жылы 2 мамыр күні Түркістан ауданы Үшқайық елді мекенде дүниеге келген. Үшқайық ауылының Үсенов мектебінде тәлім-тәрбие алған. Оқып жүрген кезде түрлі іс-шараларға қатысып, мектептің белсенді мүшесі болды. 1976-1980 жылдар аралығында Шымкент педагогикалық институтының бастауыш сынып мұғалімдерін әдістемелік педагогикалық тұрғыдан дайындау факультетін бітірген. Жоғары оқу орнын оқып жүрген кезінде оқу орнының мақтанышы, комсомол ұйымының басшысы, жалындаған жастардың жетекшісі болып, сол дәуірдің қарқыны мен пионерлер үйіне, қазіргі таңда балалар мен жасөспірімдер орталығына үйірме жетекші болып жұмысқа қабылданып, осы ұжымның ісіне белсене араласқан. Жұмысқа кірейін деп білім бөліміне барсам, сол кезде Тасқұл Махмутова деген апай танитын, осы жердегі апай, жақсы апай. Сол жерде бір әпкем істейтін, ол Тасқұл Махмутова апай деген өте керемет апай, жақсы тәлім-тәрбие береді, соның садигіне кірсейші деді. Соны апай, мен садигіңізге аласыз ба десем, маған айтады, ой, сен садикте не аласың, жұмыс жасап, бұлай етің тірі екен, сен мына жерде бізде пионерлер үйі деген үй бар, соған сен жұмысқа кірсең, 1-2 ай, 3-4 ай істеп тұр, содан кейін барып, сен мамандығын бойынша жұмысқа кіргізіп беруге көмектесейін деді. Біздің бір әпкелеріміздің жолдасы болатын да, сол апай әуелі алғашқы менің еңбек жолыма тәлім тәрбие берген осы Тасқұл Махмутова апайымыз, қазіргі мына депутат, ардагер апай ғой енді. Сөйтіп, пионерлер үйіміне барсам, баяғы менің ұйымдастырушылық жұмысым, концерт ұйымдастырады, жаңағыдегідей қоғамдық жұмыс, демеушілер командасы пионерге өткізеді, слеттар өткізеді. Таза менің жұмысым екен. Сол жерде 4 ай істеймін деп кірген апайларым 40 жыл sonra да жұмыс жасаптым ғой. Кірген кезде мәдени іс-шара ұйымдастырушы болып кірдім. Қалада маған ол өте оңай болды, себебі мен қоғамдық жұмыстарды институтта істеген, мектепте де істеген. Сонда қала көлеміндегі іс-шараларды өткіздік. Үлкен ол кезде слеттар болатын, партийный слеттар болатын, съездер болатын. Сол біздер бүткіл қаланың балдарын пионерге өткізетін тұғымыз, кереметтей. Олардың барлығына тақпақшылар дайындайтынбыз. Енді слетқа дайындалған ол өте жауапты жұмыс болатын. Концерттік бағдарламалар дайындайтынбыз. Енді ол жердегі жұмыстың бәрі менің істенетін жұмысым екен. Қолөнерді жақсы меңгерген, қолөнер кружогын қосымша жүргізіп отырдым. Жас кезімізде бәріміз қазақтың қыздар кілем тоқитын еді ғой. Ол кезде мә кезінде кілем қайда? Одан соң балалар мен жасөспірімдер орталығында педагогикалық қызметте аталған орталықта мәдени іс-шара ұйымдастырушы, әдіскер. Ал 1992 жылдан бастап осы орталықтың директор қызметін атқарды. Сараның іскер қабілеттерін айтуға болады. Жасөспірімдер орталығының директоры болып пәленбай жыл жұмыс істеді. Сол кезде мен мәдениетті басқардым, екеуміз бірге жұмыс жасадық. Балаларды тәрбиелегенде қанша баланы тәрбиеледі, кішкентай 79 мектептің ортасында сол балалардың бәрін тәрбиелеп үлкейтіп берсе, мен ары қарата мәдениетте оларды одан сайын қанаттандырып ұшырып отырдым. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықта, жүректен ұға білу десек, ұлт тағдырын тәрбиелеу жолында аянбай тер төккен Сара Еркінбекқызының еңбегі еленіп, бірнеше марапаттарға ие болған. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі атағы, жыл адамы, Ыбырай Алтынсарин белгісі, Аналар Республикалық қоғамдық журналынан тағайындалған Домбалақ ана медалі, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы. Мамандық көп, бірақ мамандықтың түрлі болғаны маңызды емес. Қанша мамандық болса да, адамды нағыз кәсіби, сауатты қоғамға қажетті тұлға етіп дайындайтын тағы да ұстаз. Оның еңбегін сыйлау,
құрмет көрсету сол адамға деген сый сияпат емес, сіздің тәрбиелі, тәлімді тұлға болғаныңыздың белгісі. Сарапай бірде Фатима Жүнісованың «Мықты әйел» кітабының таныстырылымында біздің кешіміздің қонағы болды. Сөйтіп кештен соң маған келіп, осы әйелдердің мықтылығы жайлы кітаптың керемет екендігін айта келіп, сол күннен бастап біз екеуміз жақын танысып кеттік. Ортақ тақырыбымыз мықты әйел болды. Мен айттым, мықты әйелдің бірі өзіңізсіз, сол үшін сізді арнайы осы кешке шақырдық деп айтқаным есімде. Кейін бірде хабарласып, осындай бір ұрпаққа аманат ретінде бір кітап жазсам, өсиеттерімді қалдырсам, ол бәлкім болашақ педагогтарға, мысалы өзімнің ұрпақтарыма қажетті болар, осыған көмектессеңші деп өтініш айтты. Мен бірден келістім. Сөйтіп, сіз жайлы кітап жазбағанда кім жайлы жазамыз деген сияқты әңгіме айтып келістім, бірақ та сол күннен бастап менде үлкен жауапкершілік болды. Өйткені Сарапайдың еңбегін бір кітапқа сыйдыру мүмкін емес екендігін мен сол кітап жинақтау барысында сезіндім. Қаншама қызметтес болған адамдармен сұхбаттастық, қаншама шәкірттермен сұхбаттас болдым. Олардың әрбірінің пікірін тыңдап, мен өзім бір ерекше әсерде қалдым. Енді бүкіл саналы ғұмырын өнерлі жастарға арнаған апай жайлы қанша айтсақ, қанша дәріптесек те болады. Әсіресе Нұржан Қалжанның естелігі есіме түсіп отыр. Баламын дейді, футбол ойнағанды жақсы көретінмін дейді. Сол бір күні дейді, сол алаңдары да бір шұқырлау жерде екен, футбол ойнап жүрсем дейді, бір машина келіп тоқтады дейді. Ішімнен ойладым, Сарапай болмаса екен деп ойладым дейді. Ол кезде 5-6 кластың оқушысы екен. Сонымен не керек? Нұржан деп айғайласа да қарамадым дейді. Кейін жаныма келіп, сен футбол ойнаушы емес, сен әнші болуың керек деп қолынан жетектеп апарып, ата-анамнан сұрап дейді, мен Шымкентке алып кетті дейді. Мысалы, сол сияқты естеліктер өте көп маған кездесті. Соларды енді Сарапайды тек жаңағы жасөспірімдер орталығының басшысы ғана емес, әрбір талантқа өзінің бір аналық махаббатын беріп, баланың бойындағы кішкентай ғана дарынды көріп, оны дамыта түсуге үлесі көп екендігін осымен кітап жинақтауда байқадым. Саракүл Ергенбекқызы ұстаздық еткен кезеңінде басты бағытқа адами құндылық пен таза білімді қоя білді. Соның нәтижесінде бүгінгі күнге жетіп отыр. Ана бақытымен қатар ұстаздықтың бақытын сезініп, әрбір үйдің еркесі жөнге салып, білім ғана емес, тәрбиені де қоса берді. Ұстаздық жолмен жүру әйел затына қиын іс, бірақ сондай қиындықта тік тұрып көтерген кейіпкеріміз бүгінгі күннің нағыз батыры. Осы 92 жылы кеңес өкіметі барлық программалар ауысты ғой, оны ауысқан кейін енді өзіміз егемендік алдық. Содан кейін мен ойладым, неге біздің өзіміздің галстугымыз, өзіміздің туымыз болмайды, өзіміздің значогымыз неге болмайды, біздің өзіміздің белгілеріміз неге болмайды деймін да. Символика дейді ғой, белгілерді. Сондай неге болмайды деп, біз бір Мұхамеджан Құсабаев деген осы бір ғалым жігіт бар тұғын, педагогика саласында ғалым жігіт. Сонымен ақылдасып, осы жұмысты іске асырайық дедік та, ақылдасып. Ол кісілер қазақша тәлім тәрбиені Атамекен деген бағдарламаны енгіздік біздер. Оған біз құрылтай өткіздік Түркістанда. Оған Бибігүл Төлегенова, Ескендір Хасанғали, бүткіл қазақтың маңдай алды жігіттер, қыздарын бәрін Құсабаев ұйымдастырып әкелді. Сонымен площадьқа барып, олардың барлығын күтіп, біз сол жерде ойедік, көрсетіп, пионер үйімі қандай болатын, басқаның бәрін қандай болатын, ол кісілер сөйлеп, біз өзіміздің салт дәстүрімізді ұйымдастырайық, салт дәстүрімізді енгізейік. Біз енді шын айтқанда орыстанып кеттік қой. Соның барлығын олар бір автобус болып келді. Сөйтіп, сол жерде сөз сөйлеп, кәдімгідей слет өткізіп, ол кезде Бахадыр деген ағайы сол әкім жігіт. Енді ол жігіт оншалықты оны алып кете алады деп айта алмадым енді. Бірақ кейінгі әкімдердің барлығы жақсы алып кетті сол тапсырманы. Білім бөлім басшылары да арнайы бұйрықтар шығып, осы республика деңгейіне
өтіп, сонымен мына көк галстук, көк пилотка, жаңағы көк белгілер, көк жалаушалар, жасұлан, балдырған, октябрь әкет қой мына 1-4-ке дейін, оны балдырған деп қойдық. 4-5 класста пионер өтетіне қой, ол пионерлерді жасұлан деп қойдық 7-8-ге дейін. Одан кейін 8 класстан былай қарай 10-11-ге дейін соның барлығын түгел біздер жас қыран деп қойдық. Уже қыран деген уже бүркіт бәрін алатын. Сондай бағдарламамен жұмыс жасадық біздер. Соны енгіздік, үлкен алаңдарда жақсы оқитын оқушыларды өткізетінбіз. Бұны айтып отқаның барлығы патриоттық тәрбие. Балдар бар ғой, патриоттық тәрбиені бойына алмай, елді отанды сүйе алмайды бала. Адамның жақсы өмірінің негізі адал кәсіп пен ағайын туысқа деген адалдық, сыйластық. Тума арасында ынтымақтастық пен бірлікті нығайтып, олардың татулығы мен бауырмалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруда әйел затының рөлі зор. Бүгінгі кейіпкеріміз де осы бір қадірлі қатынастың туын жықпай, әулетке сыйлы келін, ана, әже болып отыр. Өзінің білімділігі мен жоғарғы деңгейдегі ұйымдастырушылық қабілетімен және іскерлігімен үлгі бола білген тұлға жолдасы Асылбек ағамыз екеуі 4 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсіріп, олардан 25 немере сүйіп отырған еңбегі еленген зейнеткерлер. Бабаларын еген берді, бай деген бай болған, ол жаңағы жер аударып жіберген, сояқта жүріп қайтыс болған. Соған мына жолдасым еген берді деген кітап жазды ғой. Барлығын архивтен алып, сондағы сыр өңіріндегі ең бірінші бай осы кісілер болған екен. Сонда қанша халықты, сол жердегі халықтың бәрін жұмыспен қамтып, жоққа көмектесіп, ашаршылық кезінде сол тарларын көбегіп, халықты аман алып қалғандардың бірі екен. Елге пайдасы тиетін сондай жақсы кісілер болған екен. Сондай жанұяға бардым. Одан барғаннан кейін жаңағы өзім әшешем үйреткен бәрі тірлігі бар, қолым сарамжал дейді ғой жаңағы. Бәрін жайпап, енемізді, атамызды өте жақсы көріп сыйлады. Біздер тек каникул кезінде баратынбыз, сонымен институтқа кетіп қалдық. Институтқа бітіргеннен кейін осы қалаға жолдама алып келдік. Сол жолдама бойынша құрылыс бөлімінде жолдасым жұмыс жасады. Міне әлі сол құрылыс бөлімінде істеп келе жатыр. Қазір құрметті құрылысшы, Түркістан қаласының ең бірінші мәслихат хатшысы болды, депутаттар болды, құрылыс бөлімінде инженер болды, бастық болды. Қазіргі таңда Егемен құрылыс деген өзінің жеке фирмасы бар, сода қазір жұмыс жасайды. 5 балам бар, Құдайға Алланың берген 4 бала, 1 қыз бар. Үлкен баламда, о да құрметті азамат, кешегі қаңтар оқиғасында елге көп жастарға пайдасы тиіп, ол да жаңа лидер дейді ғой, сондай балдардың арасында. Сондай осы Шымкент қаласындағы болған үлкен нені басып, Тоқаевтан барып құрмет орденін алып келді. Екінші балам да кәсіпкер, үшінші балам енді Алланың берген баласы болды, мәслихат хатшысы болды, Мақсат Таңатар білесіздер. Одан қазір Сауран ауданының әкімінің орынбасары болып жұмыс істеді. Одан кейін Сауран ауданының әкімі болып қазір таңда Аллаға шүкір жұмысын жасап жатыр. Одан Түркістан қаласының құрметті азаматы. Бір балам мына облыстық білім департаментінде бас бухгалтер болып жұмыс жасайды. Қызым балабақшада психолог болып жұмыс жасайды. Аллаға шүкір 25 шақты немереміз, перзент немерелеріміз бар, шөбере сүйіп отырмын. Үлкен балам баласы үйленіп, одан Алланың берген 2 шөбересі бар, бәрі тәтті. Көркем ғұмырын ұстаздық жолында сарп еткен Сарагүл Еркінбек қызының өмірлік қағидалары мен ешкімге ұқсамайтын дара жолы, адами қасиеті мен кішіпейілділігі көпке үлгі. Мына еңбектің зейнетіндер дейміз. Сондықтан да апайымыздың осыншама еңбек жолы, сайраған өмір іздері, осының барлығы келешек ұрпаққа үлкен аманат. Сара апайымызға осы еңбектерінің зейнетін көрсін деймін. Өсіп өніп, ұрпағымен мың жасауына тілектеспін. Әрқашанда мынау
ағамыз Асылбек ағамызбен бірге және өздері өсірген ұл-қыз перзенттерінің қызықшылығын көріп, бақытты баянды ғұмыр кешулеріне біз әрқашанда қуанышпен өз ойымызды, тілегімізді арнаймыз отбасына. Әрқашанда Сара апайымыздың бақытқа кенеліп, осы өзінің құрмет тұтқан ортаның әрқашанда арасынан табылып, өзінің жақсы ізгі тілектерімен, ниеттерімен болашақ ұрпаққа өз тәрбиесін, білігін, білімін, өзінің барлық бойындағы жақсы қасиеттерін арнай беруіне тілектестік білдіреміз. Бақытқа кенеліп, баянды бақытты ғұмыр кешуіне біз әрқашан тілектеспіз. Мынау қасиетті Түркістан қаласының және осы облыс орталығы болғанына биыл 5 жыл болып жатыр. Міне 5 жылдың аясында осындай жақсы үрдістер қалыптасып, жақсы азаматтардың өмірін осындай ұрпаққа насихаттай берудегі мынау ұйымдастырушыларға, барлық осындай ізгі істің басқасында жүрген азаматтарға үлкен сәттілік тілейміз. Дендеріңіз сау болсын. Кейіпкерімізден білім алған барша шәкірттері елге қажет білімді ұрпақ сабақтастығын қалыптастырар жолында аянбай еңбек етіп, адалдықты бойларына сіңірген өз ұстаздарының қағидаларын ұстанарына сеніміміз мол. Сарагүл Еркінбекқызына зор денсаулық, отбасына шаттық, босағасына береке тілейміз.